Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Біз әдеттегідей қаржылық сауаттылық бағытындағы сабақтарымызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыпта менің айтқым келетіні өткенгі бір сабақтармен жалғасатын депозиттер жайлы. Соның ішінде балаларға арналған депозит, одан бөлек мынау сақтандыру жайлы айтқым келеді. Сақтандыру кейін қазір сәнге айналып жатқан өмірді сақтандыру жайлы, осы туралы тақырып қозғасақ екен деймін. Жалпы балалардың қатысты болады бүгінгі сабақ. Осы балалардың біліміне, болмаса балаларға үй алам деген мақсатпен екі бағытта жұмыс істеуге болады. Одан бөлек тағы да үшінші мақсат, енді балаларда қазір KIDS деген әр банкте, жаңағы екінші деңгейлі банктердегі карточкалар пайда болып жатыр. Оның да енді балаларыңыз өзі пайдаланады, өзі қолданады дегендей балаларға арналған карточка. Бірақ енді ол карточканың барлығы төлем құралы, оның барлығы кіріс емес, көбінесе шығыс болғандықтан мен кіріс жайлы, яғни депозит жинақтау жүйесін түсіндіргім келеді. Қазіргі таңда біздің елімізде мынау ұлттық банк тарапынан бекітілген, былай жасайыншы, мен бала дейінде екі бағытта айтайын. Балалардың үй алуына деп ақша жинауға болатын бағдарлама бар. Одан кейін бала деп оқуы, білімі, Осы екі бағытты мен түсіндіріп өткім келеді. Егер сіз балаңызға үйге деп ақша жинайтын болсаңыз, онда однозначно ол отбасы банкке жинайсыз. Отбасы банктегі үй бағытында, үй дейінде отбасы банк, ОБ дей салайын. Үй бағытында отбасы банкке жинайтын болсаңыз, кәдімгі арнау деген депозиттің түрі бар. Одан кейін кәдімгі стандарт дейінші, енді оның бір атауы жоқ, қателеспесем. Бұл жердегі негізгі мақсат, сіз ұзақ жинасаңыз, сәйкесінше өткен сабақтарда айтқан 5%-дық емес, бұл жерде балаңыз 18-ге толған кезде 2%-бен табыс көзін растамай, және де бұл жердегі мақсат, енді сол балаңыз 18-ге толғанша 50%-ын жинау керек қой. Жалпы отбасы банктың жүйесі бойынша. Әрине енді мемлекеттік бағдарламалар болады, бірақ енді ол балаларды қатыстырмайды. Ересектерге наурыз бағдарламалары нарықта 7-20-25, отбасы банкте наурыз бағдарламасы, 7-20-25 басқа екінші деңгейлі банктерде, одан кейін отау бағдарламасы бар отбасы банкте. Жалпы ескертіп жатқан. Ал енді үй мақсатында балаларға арналған арнау және стандарт. Енді арнау мен стандарттың негізгі айырмашылығы неде деген кезде, сіз арнаудағы ақшаңызды белгілі бір жылға жинайсыз. 10 жыл бойы жинауыңыз керек. Егер де сіз 10 жыл бойы жинамай, мысалға 5 жыл, 6 жыл жинасаңыз, онда сіз мына мақсатқа 2%-тік деңгейге жетпейсіз. Болмаса, ақшаңызды шешіп алатын болсаңыз, тек өзіңіздің салған ақшаңызды алуға мүмкіндік болады дейтіндей. Ал стандартта бір жақсы, бұл баланың жиналған ақшасын біреуге қосуға болады, мысалы әкесінің шотына, анасының шотына деген сияқты. Енді қосымша жаңа опекун анықтамасы арқылы, егер 18-ге толмаса, осыны айтып өткім келеді. Ал арнауда сіз оны біреуге біріктіре алмайсыз, біреуге бере алмайсыз. Енді мен өзімнің көргеніммен, өзімнің тәжірибеммен айтатын болсам, менің 3 балама да туыла сала арнау емес, осы стандарт депозитін ашқанмын. Бірақ бұл жерде де негізгі мақсат, сол балаңыз өскенше жинап, 50%-ін жинасаңыз, ең соңында 2%-бен, немесе мына стандарт бағдарламада 4 жылда, 5 жылда жинап тастасаңыз, мысалға 4,5%-бен, 4,2%-бен үй алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Бұл жерде де мемлекеттің, біз депозиттер сабағында айтқандай, 2% өзінің банктың беретін мөлшерлемесі бар, плюс сіздің 200 айлық есептік көрсеткіштің 20% премия ретінде де балаңызға түсіп отырады. Бұл қазір
мен үлкен қызым 6 жаста ғой. Енді шыны керек, мен балам туыла сала салып қойдым. Айына 20 мың, 30 мың теңгеден салуға тырысамын. Жайлап премиясын да алып отырмыз. Банктың 2%-ін да алып отырмыз. Бұл жердегі менің ата-ана ретінде, әке ретіндегі мақсатым, енді өзім кезінде квартираның қиыншылығын көп көрдім. Өзім студент болып Алматыға келіп 17 жасымнан бері 10 жыл бойы квартирада жүрген адам екенмін. 27 жасымда мен алғаш пәтерімді алдым да, мысалға. Оғанға дейін шынымен ұлы дала квартиранты, соның ішінде қаншама қиындықты көрдік. Дала болған, енді автовокзалда қонған күндер болды. Риэлторларға алданып қалған кездер болды. Енді өмір сабақ. Мүмкін мен сол кезде алданбағанда, бұндай қиыншылықты көрмегенде, бәлкім дәулеттен болмас па еді деген сұрақ туындайды. Әрине ол бұл жердегі нәрсе кішкене мүмкін сіздерге де мотивация болсын деп айтып жатқаным ғой. Менің негізгі мақсатым ертеңгі күні балаларым студент болған кезде олардың квартирада пәтерден пәтерге қаңғырып жүргенін қаламаймын. Олар өздерінің баспанасында, өздерінің шаңырағында тұрып, білімін алып, оқуын жетілдіргені, кейін елге қызмет еткен дұрыс. Ал енді көп жағдайда қалай? Студент қосымша жұмыс жасайды, мына жақтан квартира төлеу керек, жатақхана таппайды мысалға, иә. Ол 90, мүмкін 80% қазақтың басында өтіп жатқан, өтетін де құбылыс. Ал енді бірақ тірі адам тіршілік жасайды, әрекет етеді. Артық ақшаңыз бар ма? Жинап үйреніңіздер. Жина. Салып тастайсыз, болды алмайсыз. Білем, маған да кейде ақша керек болып қалады. Кейде бірдеңеге де жетпей қалатын кездер болады. Соны ойлаймын, осы баланың ақшасын алайын. Жоқ, ол бала өзінің ақшасы еді ғой, өзінің несібесі еді ғой, тиіспеймін мен деп. Сөйтіп әйтеуір қызыма да, ұлыма да, үшінші балама да, үшінші қызыма да жиналып жатыр, деген сияқты. Сондықтан да осы отбасы банкте балаларға арналған депозит бар. Егер балаңызға депозит ашқыңыз келсе, қайталап айтамын, ана өткендегі сабақта айтқандай Нұргүлдің номерін қайтадан осы жерге шығарып отырмын. Жазып алыңыздар, WhatsApp-қа жазып, балаларыңызға депозит ашып, айына жоқ дегенде 5000 теңгеден салып отырыңыздар. Теңге тиыннан, ынтымақ ұйымнан дейді. Көпті көрсе көл дейді. Уақыт өте келе сізде ана бір сумма көресіз, балаңызға жиналып жатқан, соның бір несібесі екен ғой деп. Біз не істейміз? Қазақ әр баланың өзінің несібесі бар дейміз, сондықтан да сол несібеге сізде өз үлесіңізді қосыңыз деп айтқым келеді балаңыздың. Сондықтан кейін ертеңгі күні сол 18 болмаса 20-ға келген кезде табыс көзін растамай-ақ, ешқандай жұмыс істемесе де, ол студент болса да, бірден үй алуға мүмкіндігі бар. Уақыт деген тез өтеді. Кезінде айтып отырмын, мен баспанаға бағыт 2018-19 жылдар бастағанда, ой, жылда кім бар кім жоқ. Одан бері міне біз қанша 2018-ден бері 6 жыл, міне 2025-те 7-ші жылға қадам басамыз, Сондықтан уақыт деген тез өтіп жатыр. Бұл үйге арналған депозитті айттым, Мемлекеттің жаңағы беретін премиясы 200 айлық есептік көрсеткіште. Ол қазір қанша? 3692 ма, сондай бір МРП-ның деңгейінде, 200-ге көбейтіп аларсыздар. Сосын банктың сізде жатқан ақшаңызға байланысты 2%-тік жылдық мөлшерлеме. Енді сіз оны 2-ні 12 айға бөлсеңіз 0,1-ден осылай процент болады. Яғни жатқан ақшаңыз 0,16%-ға ай сайын өсіп отырады. Сондықтан да бұл үйге арналған депозиттің түрі отбасы банкте. Қайталап айтайын енді. Нұргүлге жазыңыздар. Мен айттым ғой, Нұргүлді мен жақсы танимын бұрыннан бері. Сенімді адамдардың бірі. WhatsApp-ына жазып, тегін депозит ашсаңыздар болады, балаңызға деп. Одан кейін екінші мақсат, балаңыз қазір мектеп оқу жатуы мүмкін. Кейін баламның болашағы қалай болады? Бұл балам грантқа түсе ала ма, түсе алмай ма деп. Грантқа түсіп кетсе жақсы әрине. Біраз ақшаға эконом жасайсыздар. Грантқа түсе алмаса, бұл балама қалай білім бере алам? Бұл балам қалай оқиды деген ойлаймын, бәрібір ата-ананың көкейінде бір сұрақ болу керек деп. Сондықтан қайталап айтам, алдыңғы сабақтарда айтқан мақалым, алыстан ойламаған жақыннан уайым табады деп. Ертеңгі күні балаңыз өсіп кеткен кезде, балаңыз жеткен кезде, жасы оқу бітірген кезде, мектепті бітірген кезде, қолына аттестат алған кезде тағы ойланасыз.
уақыт деген тез өтіп кетті ғой. Кезінде сол 3000 теңге 5000 теңгеден дәулет айтқан кезде жинай берсем де балама көп көрім көмегі тиетін еді ғой деген де бір ой келіп жатады әрине. Сондықтан да балаңызға арналған оқуға, яғни білім алу бағытында арналған депозиттер барын айтқым келеді. Ол бізде мемлекеттік деңгейде бір ғана атаумен ақыл деп аталады. Бұл былай ағылшынша ақыл болып жүреді, немесе қазақшада ақыл дей берсеңіздер, барлық жерде ақыл депозит. Бұл жерде қателеспесем бір 3-4 банкте бар. Соның біреуі ол Халық банкте, соның біреуі Отбасы банкте бар. Одан кейін қателеспесем Евразийский банкте бар ау деймін. Енді негізгі халықтың Жусан банкте де болу керек. Негізгі елдің массасы өзі көпті депозит ашылмаған, бұны көп адам біле бермейді. Бірақ негізгі массаның барлығы Халық банк пен Отбасы банкте осы ақыл депозитін ашып жатыр. Биылдан бастап Отбасы банкте де ашуға болады. Ол қай банкке барсаңыз да разницасы жоқ, себебі бұл мемлекетпен бақыланады. Дәл қазіргі уақытта базалық мөлшерлемеге байланысты ақыл депозитіне банктың беріп отырған проценттері жылдық мөлшерлемесі 12%. Мысалға, Отбасы банк, сол қараңыздар, бүгінгі сабақтан кейін Нұргүлге хабарласып, балаларыңызға депозит ашасыз, біліміне деп, немесе үй алады деп, өзіңіз білесіз, немесе екеуін де ашып қоюға болады. Бірақ мен шынымды айтайын, әзірге балаларыма ақыл деген депозит ашқан жоқпын. Мен ойлаймын, кейде ойлаймын, қызым, ұлым болсын, бәрі грантқа түсетін шығар деп. Бірақ ойланам менде. Ақыл депозитінің артықшылығы 12% банк береді, сосын 5 тире демейін, 5 дейінде 7-ні бөліп қойайын. 5-7% мемлекеттен. 5-7% мемлекеттен. Кімге 5%? Бұл жалпы алғандағы халыққа. Одан кейін 7%, егер сіздің балаңызда немесе жаңағы көп балалы отбасы болсаңыз, немесе мүмкіндігі шектеулі бала болатын болса, немесе жетім бала болатын болса, немесе атаулы әлеуметтік көмек бар ғой, АЕС алатын отбасы болсаңыз, осы бір 7% қосымша процент беріледі. Ал егер ешқандай категорияға жатпасаңыз, жаңағы айтқан көп балалы отбасы болмасаңыз, мүмкіндігі шектеулі жандар болмаса, онда әрине сіздің процентіңіз 5% болады. Сонда 12 плюс 5 17, мына жақ шамамен 19%. Бұны енді не дейін? Стрелканы төмендете салайын, жалпы жағдайы салыстырмалы түрде төмен отбасыларға мемлекет қосымша тағы да 2% беріп отыр. Бұл жерде ақыл депозитін бір атап өткім келеді. Болашақта келешек деп өзгереді. Ақыл депозитінің минималды мөлшері енді былай 4000 теңге деп айтайын, МРП мен 1 МРП мен мысалға, 4000 теңгеден айына салсаңыз болады, немесе 12000 теңге 3 МРП, немесе 5 МРП, енді өзіңіз білесіз, бірақ минималды түрде айына 4000 теңгені салып отыру керексіз. Болашақта бұл келешек болып аталып, атауы өзгереді де, бұл осындай жоспар бар. Бірақ процент деңгейі, мемлекеттің беретін көмектері барлығы осы деңгейде қалады, құрметті көрермен. Енді бұл жерде қараңыздар, сіз 12% айтпақшы банкте жинайтын өзінің жылына байланысты 12%, одан кейін егерде сіз 10 жылға немесе 5 жылдан артық жинайтын болсаңыз, қателеспесем 9,5%-ға дейін төмендейді. Өйткені айтып отырмын, базалық мөлшерлеме ол кезде де төмендейтіндей мүмкіндігі бар. Базалық мөлшерлеме төмендесе, елдегі кредитінде процент төмендейді, депозитінде процент төмендейді. Базалық мөлшерлеме көтерілсе, депозитінде проценті көтеріледі. Одан кейін депозитінде проценті көтеріледі, кредитінде проценті көтеріледі. Барлығы бір-бірімен бүйтіп жабысып қалған формула ғой. Содан енді 9,5 емес, қазіргі немен 12%-ға сіз кемінде 3 жылға деп ашып жинай берсеңіз болады. Енді бұл жерде сұрақ туындайды, егер балаңыз грантқа
түспей қалса, түспей қалса жақсы, мына жиналған ақшаңызда қанша бар, соны пайдалана аласыз. Мүмкін сізде, білмеймін енді, 500 мың теңге жиналуы мүмкін. Мүмкін сізде 100 мың теңге жиналуы мүмкін. Енді балаңыздың оқу ақысы ертең миллион болса, бәрібір осыны пайдаланасыз, жинаған ақшаңыз. Ол ешқайда кетпейді, жаңағы проценті бар, несі бар. Мына келешек дегенде бір артықшылық, бір мемлекеттің бір қосымша беретін, ең бірінші бастапқы салған кезде қосымша беретін ақша бар. Бірақ оны қазір біз мемлекеттік деңгейде ол әлі толық бекітілген жоқ, әлі ашылған жоқ, бірақ осы ақыл депозиті жұмыс жасап тұр. Осыны біле жүріңіздер. Бірақ болашақта бұл енді келешек болады. Соны да біле жүріңіздер деп айтқым келіп тұр. Ол сол 2025 келесі жылға. Одан кейін не айтып жаттым? Балаңыз грантқа түспеді. Онда осы өзіңіздің ақшаңызды балаңызға жинағанша пайдаланасыз, проценттермен бәрімен. Ал егер де балаңыз грантқа түсіп кететін болса, не істей аласыз? Енді балаңыздың біліміне деп жинадыңыз ғой. Пожалуйста, оны кейін басқа депозитке ауыстырып алсаңыз болады, балаңыз грантқа түсіп кететін болса. Немесе балаңыз грантқа түсіп кететін болса, балаңыздың артынан бірінші баладан ерген екінші бала бар ғой. Соның шотына аударып қойсаңыз болады. Енді мен үнемі айтам, бір анадан алада құлада дүниеге келеді деп. Бір бала ақылды болуы мүмкін, бір бала мүмкін ақылсыз болуы мүмкін, біреу бұзық болуы мүмкін, енді әртүрлі ғой. Сондықтан бірінші балаңыз грантқа түсіп, екінші балаңыз түспей қалуы мүмкін. Мүмкін керісінше біріншіңіз грантқа түспей, екіншісі түсуі мүмкін деген сияқты. Сондай алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Сосын бұл жердегі тағы да бір артықшылық шетелге оқуға түсетін болса да пайдалануға болатынын ескерткім келеді. Яғни ол шетел қай ел болса да, Америка, Еуропаның, Чехия, Франция елдері маңызды емес. Қытайға түссе де, басқа елге түссе де, осы жиналған ақшаны сіз жарата аласыз. Бірақ бір айтатын не, бұл жерде тек қана теңгемен жинайсыз. Әрине риск тәуекелдері бар, ақшаның құнсызданып кетуі. Бірақ енді қараңыз, сізге мына 12%, 5%, сонда 17%-ық деңгеймен сізге мемлекет беріп отыр. То есть банк жалпы беріп отыр. Мына жерде 5-7%-ды бұл 100 айлық есептік көрсеткішпен есептеледі, яғни максималды түрде. Премия сомасы 300, мына 5% есептегенде қанша? 369 ба, сондай деңгейде бір айлық есептік көрсеткіш. Қазір мен сіздерге нақты сомасын айтып жіберейін, себебі өзі бұл жыл сайын МРП ауысады, білесіздер. 3692 теңге. 3692. 2025-те бұның мөлшері тағы да өседі, шамамен 5%-ға. Қазірге осы. Яғни максималды премия 5% бөлек есептегенде 369.200 теңге деңгейінде есептеледі. Түсіндіңіздер ғой? Яғни мемлекет 500 мың болмаса 600 мың теңге премия бермейді. Максималды осы ғана болады. Анау Жилстройда бар ғой, 20% премияны да олар 200 МРП-ның деңгейінде есептеледі. 200 МРП-ның амында максималды осы 369.200 теңгенің деңгейінде есептеледі. Енді қараңыздар, бұл жерде балаларға арналған депозитті айттым, сосын енді бала біздің болашағымыз, бала біздің не дейміз тағы, бала бауыр етін дейміз, сақтандыруға байланысты айтып өткім келеді. Қазіргі таңда мынау екінші деңгейлі банктердің қатарында түрлі сақтандыру компаниялары бар. Сақтандырудың өзі бөлінеді ерікті және еріксіз. Ерікті деген өзіңіздің білетін неңізбен, не дәлгі? Қалай? Өзіңіздің қалауыңызбен. Ал еріксіз сақтандыру, ол орысша айтқанда хочешь, не хочешь сақтану керексіз. Сақтандыруды алайын, сақтандыру. Сақтандыру, ерікті, еріксіз.
мысалға ерікті сақтандыруға нені жатқызуға болады? Көлікті, иә, сіз хочешь не хочешь көлікті міндетті түрде сақтандырамыз. Одан кейін не тағы? Мәмс, мысалға хочешь не хочешь мәмс ақша алады сақтандыру деп. Ал енді еріксіз сақтандыруға не? Бұның ішінде сол қосымша денсаулықты алуға болады. Үйді, ол денсаулықтың ішінде мысалға дене мүшелерінде сақтандыратын адамдар бар, әсіресе жұлдыздар, Голливуд жұлдыздары өзінің ернін сақтандырады, біреуі төсін сақтандырады, біреуі бөксесін, біреуі аяғын сақтандырады деген сияқты, иә. Одан кейін мынау еріксіз сақтандыруға шетелге мысалға саяхат. Бұны қазіргі таңда еріктіге де жатқызуға болады, еріксізге де жатқызуға болады. Себебі сіз мақсатты түрде кәдімгі шетелге баратын болсаңыз, оны сақтандыруды алу керек деп айтады. Немесе сіз мақсатсыз осы бір жылдың ішінде мен мүмкін саяхаттаймын деп ойлап жүрсеңіз, онда осы сақтандырудың түрін алсаңыз болады. Әрине, сақтандыруда бізде түрлі компаниялар бар. Соның ішінде мысалға мен осы уақытқа дейін менің ютубымда да бар, ол Халық лайфты мен өзім елдерге таныстырғанмын. Халық банкке қатысты, және де бұл сақтандыруда мен өзім білетін сол балаларға арналған балам деген сақтандыру түрі бар. Өшіріп, бұл енді қысқаша сақтандыру, иә. Так, балам, сосын балалайф. Енді қараңыздар, балалайф дегеніміз сіз өзіңіздің балаңызға арналған сақтандырудың бір түрі. Ол жаңағы балаларыңызбен жаңағы айтқан ақыл деген депозитке пара-пар, бірақ бұл жерде ата-ана мен бала қатар жүретін айтқым келеді. Ата-ана плюс бала. Құдай сақтасын. Егер де бала бір жетім болып қалатын болса, осы сақтандыру балалайфты ала отырып, өзіндік төлемдерін ертеңгі күні сақтандыру компаниясы өзіне жауапкершілігін алады. Бұның тағы да бір артықшылығы, енді сізде ақша салып отырасыз, бағанағы ақыл депозит сияқты жинайсыз. Бұның бір негізгі тағы бір артықшылығы, доллармен де салуға болады. Бағанағы ақыл депозитінде сіз ақшаңыз тек теңгемен жинайсыз. Бұл жақта доллармен жинауға болады. Одан кейін мынау балам деген депозит емес, кешіріңіздер, сақтандыруға байланысты атап өткім келеді. Бұл жерде сіз балаңызды 1 миллион теңгеге дейін төлем алуға болады. Бұл жерде баланың қауіпсіздігіне байланысты айтқым келеді. Баланың қауіпсіздігі. Яғни, сіз балаңызды 1 жылға сақтандырасыз. Құны 3000 теңге тұрады. Енді қараңыздаршы, әртүрлі сақтандыру, жаңа айтып отырмын, компанияларында түрлі сақтандырудың түрлері бар. Шетелдікке мен мысалға кеше көрдім, қателеспесем, банк, Home Credit банкте мысалға шетелдік саяхатқа бір реттік қанша 6000 ба 5000 теңге төлейсің. Сөйтіп шетелде сізге бірдеңе болып қалатын болса, шетелде ауырып қалсаңыз, тағы да бірдеңе болып қалса, сізге төлемдерін береді, компания төлеп береді. Болмаса ковидпен байланысты сақтандыру бар, мысалға ковид болып қалсаңыз, қандай да бір төлемге байланысты өзінің графигіне сәйкес сізге сақтандыру компаниясы өтемақы ретінде ақша береді. Тура сол сияқты мына балам деген сақтандыру Халық лайфтың ішінде бар. Ол болады ғана бір жыбырлап қалған балалар, иә, мен мүмкін ұлымды айтсам болады, бір жерден секіреді. Егер де балаңыз сондай жыбырлақ болатын болса, 3000 теңгеңізді 1 жылға беріп, балаңызды 1 жылға сақтандыруға болады. Әрине, бұны көріп отырып ойлауыңыз мүмкін, ой, мынау қалай сақтайды, болмаса Құдай ғой сақтайтын дейді. Қазақта да сөз бар, сақтансаң сақтаймын деген. Бұл жерде менің айтқым келетіні не? Мына 3000 теңге төлеу арқылы сіз балаңыз 1 жыл сақтанады. Ертеңгі күні Құдай сақтасын, енді жаман айтпай жақсы жоқ.
балаңыз құлап қалатын болса, болмаса бір әрине травманың да түрі бар. Балаңыз бір жерін қолын сындырып алса, аяғын сындырып алса да, осы сақтандыру компаниясынан қосымша төлемдер алуға болады. Енді бұл қосымша төлемнің максималды сомасы 1 миллион теңге. Мен бір жай мысал ретінде айтайын. Осы менің бір танысымның баласы үйде ойнап жүріп, доп теуіп жүріп, үйдің ішінде доп теуіп жүріп, аяғындағы башпайы бар ғой, соның біреуін сындырып алды. Кәдімгідей. Ол дәл осы баламмен 3000 теңгеге сақтанған адам. Әрине, оған қосымша мемлекеттік көрсетілетін медициналық қызметтер тегін ғой. Одан бөлек осы сақтанған үшін ана башпайын көрсетіп, бүкіл ненің барлығын етіп, осы компания арқылы қосымша 200 000 теңге. Бұл да бір балаңызды бір, қалай айтсам екен, орысша айтқанда подушка безопасности дейді ғой, қауіпсіздік шараларына арналған сақтандырудың түрлері. Одан кейін сақтандыруды тағы да өзіңіздің зейнетіңізді сақтандыруға арналған бағдарламалар бар. Немесе сол зейнет жасында қосымша төлемдер алатындай бағдарламалары бар. Оны барлығын енді өздеріңіз сайттан алып таныссаңыздар болады. Одан бөлек жаңағы төлемдердің проценттері барлығында қосымша ақпарат алсаңыздар болады. Енді сақтандыруға байланысты, болмаса сол бүгінгі тақырып толығымен балаларға арналды десек болады. Өйткені бұл жерде де міне балалардың қауіпсіздігі, ертең күні Құдай сақтасын балаңыз жетім болып қалса да, мына компаниялар мемлекеттік деңгейде не бар екен дейтін болсаңыз, осындай сақтандыру арқылы қосымша төлемдерге қол жеткізуге болады. Әрине, Құдай сақтасын, ешбір бала ата-анасыз қалмасын, болмаса жетім қалмасын дейміз, болмаса сол балаларымыз аман жүрсін, ешқай жері сынбасын, ауырмасын. Бірақ десе де бұл өмір болғаннан кейін ағы да қатар жүреді, қарасы да қатар жүреді. Қайталап айтайын, сақтансаң Құдай сақтайды.